сабақтың тақырыбы кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі. Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері. Бүгін біздің оқу мақсатымыз бірлік шеңбердегі нүктелердің координаталары, яғни косинус альфа, синус альфа мен тригонометриялық функциялардың өзара байланысын білу. Енді жаңа тақырыпты бастамас бұрын біз миға шабуыл әдісімен өткен тақырыпқа шолу жасаймыз. Яғни мына жерде тұрған сұрақтарға жауап береміз. Өткен тақырыпта біз осы тригонометриялық функцияларды синус, тангенс, котангенстерді өттік. Жалпы бірінші сұрақ, бірлік шеңбер дегеніміз не? Кім жауап береді? Айта ғой. Бірлік шеңбер дегеніміз бірлік радиусы бар шеңбер. Өте жақсы. Отырамыз. Келесі, бұрыштың синусы дегеніміз не? Шеңберге тиісті бұл нүктесінің координатасы шеңбер радиусының альфа бұрышының синусы деп аталады. Жақсы. Отыра ғой. Келесі, бұрышының косинусы дегеніміз не? Кім жауап береді? Айта ғой. Шеңберге тиісті бұл нүктесінің абсциссасының радиусы шеңбер бұрышының альфа бұрышының косинусы деп аталады. Келесі, бүгін бізге осы синус және косинустар тақырыбы болғандықтан тек осы екі тригонометриялық функциямен жұмыс жасаймыз. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз санды шеңбер. Яғни санды шеңберде бастапқы нүкте, бірлік доға, оң бағыты бар шеңберді айтамыз. Яғни міне суретте көріп тұрғандай сандық шеңбер дегеніміз осы бірлік шеңберден тұратын центрі О нүктесі және бастапқы нүктесі бар радиусы 1-ге тең бірлік шеңберді айтамыз. Және оның шеңберді жағалай сандар орналасады. Ондағы егер біздің шеңбердің сандары сағат тіліне қарама-қарсы орналасса, яғни сағат тілінің бағытына қарсы жазылатын болса оң таңбалы, ал сағат тілімен бағыттас ол қозғалыс теріс бағытта болады. Міне көріп тұрғандарыңдай бастапқы нүктеден радиус В нүктесіне ауысқан кезде 1 болды, 1-ге тең. Келесі В нүктесінен А, С нүктесі 2-ге тең. Ал сағат тіліне қарама-қарсы орналасса, дәл солардың бойында шеңбер теріс -1 және теріс -2 болады екен. Келесі, біз осы бірлік шеңбер, сандық шеңбер өткен кезде, шеңбер бізде 4 ширектен тұрады. Яғни 4 ширек өздігінде альфа дегеніміз не? Ол бұрышты білдіреді. Яғни мына жерде бастапқы А нүктесінен бастап, қандай да бір Б нүктесіне дейін, немесе келесі бір С нүктесіне дейінгі аралықта біз бұрыштарды белгілейді екенбіз. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші және 4 ширектен тұрады. 4 ширектен тұрады. Енді жылжымалы ОВ радиусын бұрғанда оның ұшы 4 ширектің бірінде немесе координаталар осының бірінде орналасады. Яғни біз бастапқы А нүктесінен бастап альфа бұрышын жылжытатын болсақ, ол немесе 1, немесе 2, немесе 3 және 4 ширектің біреуіне түсуі мүмкін. Мысалы, мына жерде Б нүктесі қай ширекке келіп тоқтап тұр? Б нүктесі 2-ші ширекте тоқтап тұр. Енді ол немесе координаталар осының бірінде кездеседі дейді. Яғни координаталар осы дегеніміз мына нүкте 4. Яғни абсцисса осы мен ординаталы осының бойында бізде 4 бұрыш берілген. Яғни ол бастапқы 0 градус, 90 градус, 180 градус, 270 градус және өздігінде айналып келіп 360 градусқа келіп тоқтайды екен. Түсінікті ма? Енді альфа бұрыш жасайтын жылжымалы радиустың ұшы қай ширекте аяқталса, альфа бұрышы сол ширектің бұрышы деп аталады. Яғни айтып кеткеніміздей, кез келген ширектің біреуінде тоқтайтын болса, сол ширектің бұрышы болып саналады екен. Енді пи бөлінген 2-ге еселік болатын бұрыштар ешбір ширекте аяқталмайды деп саналады. Яғни олар неге аяқталмайды? Себебі олар координаталар осының бойында болады. Яғни пи бөлінген 2 дегеніміз пи 180 градусқа тең болса, пидің жартысы қаншаға тең? 90. Яғни 90 градусқа еселік болатын сандар қандай? 90-ға артып отырады, я? Яғни 90, келесі
180, келесі 270, 360. Яғни осы ширектегі осы бұрыштар ешбір ширекте аяқталмайды. Өзінің координата осында келіп тоқталады екен. Енді мына жерде таныстыратын болсам, бірінші сендерге бірлік шеңбер берілген, яғни бізде айтып өткенде 0 градустан бастап 90 градус, 180 градус, 270 градус және 360 градустың аралықтарында әртүрлі бұрыштар орналасқан. Яғни бізде 0-ден 90-ға дейін қанша градус бар екен? Қараймыз тақтаға. 0-ден 90-ға дейін қанша градус орналасқан? 3 градус орналасқан. Оларды айтатын болсақ, яғни біз не дедік? Пи 180-ге тең, Пи 180-ге тең болса, 180-ді 6-ға бөлсек қанша болады? 30. Яғни 30 градус. Келесі 180-нің 4-ке қатынасы 45 градус. 180-нің 3-ке қатынасы 60 градус. Және 180-нің 2-ге қатынасы 90 градус. Көрдік пе? Біз айтып жатқан градустар ол бұлай орналасады. Яғни 30, 45, 60, 90 деген сияқты біз оларды цифрамен айтамыз, сандармен айтамыз. Ал келесі бұның радиандық түрі бар. Яғни қалай? Радиандық түрі пимен өрнектеледі. Қазір сендер айтқан 30-дан бастап 360-қа дейінгі градустардың бәрін градустық өлшеммен айтатын болсақ, санмен айтамыз 30, 45, 60 деп. Ал радианмен айтатын болсақ, пидің 6-ға қатынасы, пидің 4-ке қатынасы, пидің 3-ке қатынасы деген сияқты айтады екенбіз. Енді мына жерде кестені қарасақ, біздің бүгін өтіп жатқан синус және косинустың кестесі берілген. Яғни олардың градустық өлшемдері мен радиандық өлшемдері көрсетілген. Осы кестені өзімізге жазып аламыз, жаттаймыз және алдыңғы сабақтарда қолданатын боламыз. Енді балалар, сабақ түсінікті болса, қазір сендерге жұптық жұмыс беріледі. Яғни, қастарында отырған жұптармен бірге екі кестені толтырасыңдар. Қазір мен сендерге көрсеткен кесте бар ғой алдыңғы, радиандық және градустық. Соларды сендер 60 градустың радиандық өлшемі қанша екенін және ол 60 градус қай ширекте орналасатынын өздерің тауып жазасыңдар. Екінші қараймыз. Мына жерде екі кесте берілген, яғни жұптасып екі адам бірлесе отырып орындаймыз. Келесі тақырып түсінікті болса, оқулықпен жұмыс жасаймыз. Яғни алдарындағы алгебра кітабынан тақырып бойынша біз өткен тақырыптан кейінгі АБС деңгейінің есептерін ашамыз. Және А деңгейінің есептерінен бастап Б деңгейінің есептеріне дейін шығарамыз. Яғни қазір жұптық жұмысты аяқталғаннан кейін оқулықтағы АБС деңгейінің А деңгейіндегі есептен бастап 20-да екінші есепті өзіміз жеке дәптерге орындаймыз. Бастаймыз.